балақай, қалайсың? Мен сендермен әліппе әлеміне саяхат жасағым келіп тұр. Онда 42 әріптің түрлері бар. Алдымен бейнероликке назар салайық. Alma. Ateş. Bal mustak. Vagon. Gül. Ғарышкер. Доп. Елтаңба. Шахтер. Жіп. Зымыран. Ит. Қысқа ай. Кілт. Қарбыз. Лақ. Мысық. Нан. Аңыз. Орындық. Өрмекші. Піл. Роза. Сызғыш. Тауық. Уық. Ұлу. Үйрек. Футболшы. Хат. Жиһаз. Циркуль. Чемодан. Шеге. Тіс щеткасы. Жуандық белгісі. Ыдыс. Ірімшік. Жіңішкелік белгісі. Экскаватор. Аю. Аяқ киім. Балалар, бейнероликті көріп болса, кейбір дыбыстарды айтқанда ауа кедергіге ұшырап шығып тұр. Ал кейбір дыбыстарда әуендетіп, әндетіп, еркін түрде айта аламыз. Яғни біз дыбыстарды екіге бөлеміз. Дауысты
және дауыссыз. Ал дауысты дыбыстар дегеніміз әуендетіп, созыңқы, әндетіп айтылатын дыбыстарды айтамыз. Ал дауыссыз дыбыстар бұл ауа кедергіге ұшырап шығатын дыбыстарды айтамыз. Сондай-ақ дауысты дыбыстарды қызыл текшемен белгілесек, дауыссыз дыбыстарды көк текшемен белгілейміз. Жарайсыңдар балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін әліпбидің әріптеріне жалпылама танысып өттік. Келесі сабақтарда әр әріпке жеке тоқталып өтетін боламыз. Келесі кездескенше.